Ардақты ағайын, қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін біздің кезекті оқырманымыз Гүлназ ханым ұлы армияға кеткен кезде, жауынгерлік борышын ақтауға кеткен кезде үйлі болып еді. Ұлыңыздың есіміңіз қалай? Асылжан. Асылжан армияда жүргенде білмейтін, Гүлназ ханымның үйіне кеткен білмейтін. Сол жақтан конкурстан өттік, бұл кісілер бақытты отбасынан конкурстан өттік. Содан кейін Асылжанға звондап, командир арқылы звондап, Асылжанға қуантып, ол кісі неге жылап жатсыз деп, ой, керемет бір не болған, сәттілер болған, биыл сезімді біраз. Сіз сонда алдында сіз неде окружите тұрдыңыздар, иә? Окружитеде, медицинскийдің. Медакадемия. Сол жақта тұрып, аренда жильеда тұрдыңыздар, аренда жильеда тұрды, бұл кісілер Асылжан сол мәз болып армияда. Міне осы жолы келіп, бізге өзінің шын жүректен бір ақ сезімдерін айтайын деп тұр. Өзіңіз не дейсіз? Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Мен әскерде болған кезде анам осы кісілерге жүгініп, Мақсатпен компаниясына осы кісілердің арқасында көмегімен үй алдық. Бұл кісілерге біз алғысымыз шексіз. Және алдағы уақытта тағы да үй алу мақсатымыз бар. Сол, бұл кісілерге көп-көп рахмет. Бірінші Алла, екінші осы Мақсатпен компаниясының арқасында, Мұрат мырзаның арқасында үй алып, үш комната үлкен қуанышқа жетістікке жеттік деп қуанышым шексіз. Осы балам кетіп бара жатқанда айтқан, мама, мен сізге сенем, сіз мықтысыз, сіздің қолыңыздан бәрі келеді, үй алып қойыңыз, мені жаңа үйде күтіңіз, новый үйде деген. Вот сол арман орындалады, періштелер әумин деген. Балам аман-есен отан алдындағы борышын өтеп, Құдайға сан шүкіршілік, бәрі жақсы деп ойлаймын. Ендігі арманымыз осы балаларымызға үй алу, Құдай қаласа. Сіздерге де барлықтарыңызға үй тілеймін, осындай үйлі болыңыздар, 2%-пен айына кішкентай сума қолжетімді. Сол баршаңызға жақсылық, қуаныш тілеймін. Сіздердің жұмыстарыңызға берекесін берсін деймін. Мақсат мырза, Мұрат мырза, Алланың қалауымен отбастарыңызда тек қуаныш, жақсылық болсын. Алланың сүйген құлы болыңыздар. Осылай жетістіктерге жете берейік. Бастысы амандық пен денсаулық болсын. Бүгін бір үлкен қуаныш болып жатыр біздің отбасымызда тағы да. Сіздерге кеп жақсы рахметімізді айтып жатырмыз. Үйлену керек бірінші. Иә, бірінші үй болу керек. Рахмет, сіздерге рахмет, үлкен рахмет. Сіздерге рахмет. Алладан қайтсын жасаған жақсылықтарыңыз.